Өзіге түстіңіз сізге панкреатит деп берді, ал гастроэнтерологыңыз сізге крион, панкреатин деген дәрілер жазып берді. Бірақ оны ішіп жүрген кезде сізде ауырсыну туғызып жатыр, иә. Ең жақсы нәрсе бұл цикорий, шашыратқа деп аталады. Оны қайдан алам десеңіз, ол аптекада бар, магнумдерде ұнтақталған дайын түрлері бар, бірақ кофені ішпеу керек. Тек цикорийдің өзін ғана ішетін болсаңыздар, сіздерге өте жақсы жеңілдік береді. Цикорийді ішіп жүрген кезде сіздерге сүт деген нәрсе болмайды. Кәдімгі қара чайды да ішуге болмайды. Өйткені панкреатит кезінде бұл өте қатты ауырсыну туғызады, және де стрессті азайтыңыздар. Сосын бір жаттығу бар. Күнделікті, өйткені диафрагмальный жаттығу. Диафрагмальный жаттығу жасайтын болсаңыздар, бұл сіздің ұйқы безіңізге жақсы көмектеседі. Просто ұстайсыздар да осы асқазан тұсын сол жаққа қолды қоясыздар, қабырғаның астына, и демаласыздар. Ішпен демалмайсыз, кеудемен, диафрагма жұмыс жасау керек. Осылай қайталап істей бересіздер. 10 рет, 20 рет, күнде осылай істей беру. Өйткені сіз офиста отқан кезде сіз дұрыс демалмайсыз, машинада отыратын болсаңыздар демалмайсыз. Сондықтан да диафрагмальный дыхание өте маңызды. Ал егер бұдан да қоймайтын болса, онда біз сияқты мамандарға бару керек. Висцеральный коррекция керек болады. Мен сіздерге дәрігерлер айтпайтын кейбір құпия ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан да парақшаға жазылып, тіркеліп сұрақ қойсаңыздар, сіздерге барынша жауап беруге тырысамын.